армысыздар. Мен Шотанова Алена Орзбаевна, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы көлік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Бүгінгі қазақ тілі сабағымызды бастамай тұрып, мына тақтадағы сөйлемге көңіл аударсақ. Киіз үй халқымыздың бұрыннан бергі жақын серігі, асыл белгісі. Бұл сөйлемді неліктен жазып тұрмын? Бұл сөйлемге сабағымызды бастамас бұрын грамматикалық қайталау ретінде синтаксистік талдау жасаймыз. Яғни сөйлем мүшесіне. Біріншіден, өздеріңіз білетіндей, қазақ тілінде сөйлем талдаған кезде бірінші баяндаушыны табамыз. Бізде баяндаушымыз асыл белгісі дегендегі белгісі. Бұл сөйлем жай сөйлем емес, құрмалас сөйлем болғандықтан сөйлемде екі баяндауыш бар. Бірінші жай сөйлеміміз киіз үй халқымыздың бұрыннан бергі жақын серігі, екінші жай сөйлеміміз асыл белгісі. Екінші жай сөйлеміміздегі баяндауыш белгісі, бірінші жай сөйлемдегі баяндаушымыз серігі. Әрі қарай баяндаушты тапқаннан кейін баяндауыштан бастауышқа сұрақ қоямыз. Не белгісі, не серігі? Киіз үй. Бұл бізде бастауыш. Ары қарай баяндаушқа жақын тұрған сөздерге сұрақ қоямыз. Қандай белгі? Асыл белгі. Қандай дегеніміз тұрлаусыз сөйлем мүшесі анықтауыштың сұрағы. Қандай, қай, кімнің, ненің? Асыл дегеніміз анықтауыш. Ары қарай серігі. Қандай серігі? Жақын серігі. Бұл да анықтауыш. Ары қарай баяндауыштан тағы да сұрақ қоямыз келесі сөзге. Қашаннан бергі серігі? Қашаннан бергі белгісі, бұрыннан бергі. Қашан, қайда, қалай дегеніміз тұрлаусыз сөйлем мүшесі, яғни пысықтауыштың сұрақтары. Ары қарай кімнің серігі, кімнің белгісі, халқымыздың жаңа айтып кеткендей анықтауыш тұрлаусыз сөйлем мүшесінің сұрағына жауап беріп тұр. Қандай, қай, кімнің, ненің? Сөйлем мүшесіне талдап алғаннан кейін біз синтаксистік қайталау жүргізіп жатырмыз. Міндетті түрде сөйлемнің соңында жақша ашып, сөйлемнің түрін ажыратамыз. Яғни бұл құрмалас сөйлем жазып кетеміз. Құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем өздеріңіз білетіндей үшке бөлінеді. Салалас, сабақтас, аралас. Бұл сөйлемнің бірінші жай сөйлемнің баяндауышы тиянақты болғандықтан бұл салалас, құрмалас сөйлем болады. Салалас, құрмалас сөйлем. Салалас, құрмаластың ішінде ыңғайлас, салалас, құрмалас сөйлем болады. Бұны да жазып кетеміз. Ыңғайлас. Міне, құрмалас сөйлем, оның ішінде салалас. Салаластың 6 түрі бар, соның ыңғайлас деген түрі. Яғни мына сөйлемге біз синтаксистік талдау жасау арқылы грамматикамызды қайталап өттік. Ендеше жаңағы сөйлемімізді басты назарға ала отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап алсақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы киелі киіз үй. Бүгінгі сабағымыздың эпиграфы ретінде мынандай нақыл сөзді алып отырмыз. Атам алаш, керегеміз ағаш, киіз туырлықты, ағаш уықты қазақпыз. Енді әрі қарай киіз үйдің қаңқасына тоқталатын болсақ, киіз үй үлкен 4 бөліктен тұрады. Біріншісі ол керегесі, яғни негіз болатын киіз үйге. Екіншісі уық, үшіншісі шаңырақ, төртіншісі сықырлауық, яғни есігі. Сықырлауық жаңағы даусына байланысты осылай атаған сықырлауық деп. 4 үлкен бөліктен киіз үй тұрады. Киіз үйдің түрлері, осыған байланысты киіз үйдің бірнеше түрі бар екен. Оған да тоқталып өтетін болсақ, қара үй 3 қанат, боз үй 5 қанат, қоңыр үй 4 қанат, ақ үй 6 қанат, ақ ала орда 8 қанат, ақ орда 12 қанат, ақ шаңқа 18 қанат, алтын үзік 24 қанат, алтын орда 30 қанат. Осы орайда әдебиетіміздің көрнекті өкілі Абай Құнанбаевтың қыс өлеңіндегі жаңағы 6 қанат ақ орда үй шайқалды деген осы жердегі 6 қанат ақ орда үй деп келтірген киіз үй.
Енді кигіз үй өздеріңіз білесіздер, көшпелі қазақ халқына өте жайлы болған. Қыста қыстауға, жазда жайлауға көшкен кезде бірден жинай салып көшіп қонуға өте қолайлы болған. Атам қазақ көшпенді өмір салтын ұстанғандықтан өте қолайлы баспана болып табылған. Көшпенділікпен айналысуының себебі, оны да айтып кетеміз, 4 түлік малдың кисе киім, мінсе көлік, жесе азық ретінде пайдаланған 4 түлік малды қазақ халқы негізгі кәсібі ретінде ұстанған екен.